Әл-Бақара сүресі. Мединалық 286 аят. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Алиф, ләм, мим. Ұғымын бір Алла біледі. Құранның тақуа жандарға тура жол көрсететін кітап екенінде ешқандай да күмән жоқ. Олар ғайыпқа сенеді, намазы толық орындайды. Біз берген ризықтан жақсылықтың жолына жұмсайды. Ол тақуа жандар саған түсірілген кітапқа және саған дейін түсірілген кітаптарға да сенеді. Ақырет күніне иланады. Олар Раббыларының нағыз тура жолындағылар. Олар бақытқа кенелушілер. Айқатын айтар болсақ, кәпірлерге ескертсең де, ескертпесең де бәрібір. Олар иман келтірмейді. Алла олардың жүректерін мөрлеп бекітті. Құлақтары мен көздерінің алдында перде бар. Көздерін шел басқан. Ақырет күні олар үлкен азапқа ұшырайды. Адамдардың ішінде біз Аллаға ғана ақырет күніне сенеміз дейтіндер бар. Алайда олар сол сенбеген күйінде қалады. Ондай пақырлар Алланы және иман келтіргендерді алдағылары келеді. Бірақ олар өздерін алдап жүргендерін сезбейді. Ондайлардың жүректерінде дерт бар. Алла олардың сол дерттерін тек асқындыра түседі. Жалған сөйлегендерінің сазайы ауыр азап. Егер оларға жер бетінде бұзақылық жасамаңдар делінсе, олар біз тек түзеушілерміз дейді. Олар нағыз бұзақылар, бірақ өздері соны сезбейді. Егер де оларға мұсылмандар сияқты иманға келіңдер деп айтылса, олар ақмақтар секілді біз де сенуіміз керек пе дейді. Жоқ деймін. Ақиқатында олардың өздері ақмақ. Өздері соны білмейді. Егер де олар иман келтіргендерге жолға қалса, біз иман келтіргенбіз дейді. Ал егер шайтандарымен жеке қалса, біз сендермен біргеміз. Шындығында біз әшейін мазақ қылып жүрміз деседі. Алла олардың өздерін мазаққа ұшыратады. Жасаған теріс істерін арттыра түсіп, мәңгірген күйде түсіреді. Олар Құдайдың тура жолын адасқан жолға айырбастап алғандар. Алайда бұндай саудалары оларға ешқандай да табыс әкелмеді. Осындай әрекеттерінің кесірінен нағыз дұрыс жолдан адасып қалды. Олар қараңғы түнде от жаққан адамға ұқсайды. Лаулаған жалын айналаны енді жарық қылғанда, Алла оның сәулесін өшіріп, қара түнекте қалдырған жан сияқты. Олар көрмейді. Олар саңырау, мылқау, көрсоқыр, сондықтан да Құдайға апарар тура жолды таба алмайды. Немесе олар нөсерлі жауынын алып келе жатқан аспандағы қара түнек бұлттан қорыққан жандар секілді. Күні күркіреп, найзағайы жарқылдап, қараңғылықты қамшылайды. Төбелерінен жайдың оғы түсіп өлтірердей олар саусақтарымен құлақтарын тығындап бүрісе түседі. Алла кәпірлерді осылай жан-жақтан қармап алады. Жарқ еткен найзағай олардың көз жанарын жоя жаздайды. Найзағай жарығы жер бетіне түссе, олар алға жүреді. Қараңғылық қайта басса, қалт тоқтай қалады. Егер де Алла қаласа, олардың есту, көру қабілеттерін жоқ қылып жіберер еді. Ақиқатында Алла әрбір іске құдіретті. Уа адамдар, адамзат, сендерді және сендерге дейін өмір сүргендерді жаратқан Раббыларыңа құлшылық етіңдер. Мүмкін тақуалардың қатарынан қосыларсыңдар. Ол сендерге кілемдей төсеніш етіп жерді, күмбез секілді аспанды жаратты. Аспаннан жауын жауғызып, сол арқылы жемістерді өндіріп, мол ризық берді. Енді осы ақиқат сендерге белгілі болған екен, еш уақытта Аллаға серік қоспаңдар. Егер де құлымыз Мұхаммедке түсірілгенге күмән келтіретін болсаңдар, онда кәнекей, осыған ұқсас бір сүре ойлап шығарыңдаршы. Айтқан сөздерің рас болса, Алладан басқа куәгерлеріңді шақырыңдар. Егер де бұлай істей алмайды екенсіңдер, себебі бұндайды ешқашан жасай алмайтындарың да анық.
Ендеше отыны адамдар мен тастардан болатын тозақ отынан сақтаныңдар. Ол кәпірлер үшін даярланған. Иман келтіріп, ізгі амалдар жасағандарды қуанышты хабармен сүйіншіле. Ей Мұхаммед, арасынан өзендер сарқыраған жәннат бақтары сондай тақуа жандардың игілігі үшін даярланған. Сол бақтардың жемістері берілген сайын олар, бұндайларды біз бұрын да татып едік қой, дейді. Бірақ бұл жемістердің тек түрі ғана ұқсас. Олар үшін пейіште күнәдан пәк жұбайлар да бар. Жәннат олардың мәңгілік құт мекені болады. Ақиқатында Алла шіркейді және одан да ұсақ нәрселерді мысалға келтіруден қысылмайды. Ал иман келтірген жандар бұл мәліметтердің Раббылары тарапынан келген ақиқат екенін біледі. Ал иманға келмегендер бұндай мысалдармен Алла бізге не айтпақ дейді. Ол осындай мысалдармен ақ көптеген пендені адастырып, көпшілігін тура жолға салады. Әрине, адасу азғындардың үлесінде. Ондайлар алдымен серт беріп алып, кейін Алланың әмірін бұзатындар. Алла оларға бас біріктіріп, ынтымақтасыңдар десе, олар керісінше іріткі салып, жер бетіне азғындық таратады. Қасіретке ұшыраушылар міне солар. Өлі күйде болған кездеріңде сендерді тірілткен Аллаға қалайша сенбейсіңдер? Содан кейін ол сендерді өлтіреді, содан соң қайта тірілтеді. Ақыры оның алдына барасыңдар. Жер бетіндегілердің барлығын сендер үшін жаратқан да бір өзі. Одан соң көкке назар аударып, 7 қат қылып аспанды жаратты. Ол барлық заттың сырын білуші. Уа Мұхаммед, Раббың періштелерге жер бетіне халифа болатын құлымды жаратамын дегенде, олар жер жүзінде бұзықтық жасап, қан төгетіндерді жаратасың ба? Біз сені мақтап, тасбиғ айтып, нұқсаннан пәктеп зікір етіп, ұлықтаймыз деген еді. Ұлы жаратушы оларға ақиқатында мен сендер білмейтінді білемін деді. Алла бүкіл болмыстардың атауларын адамға үйретті де, соларды періштелерге көрсетіп, егер де өзі айтқандарың шын болса, мыналардың қалай деп аталатын маған айтып беріңдер деді. Ұлылық тек бір өзіңе ғана. Өзің үйреткеннен басқан біз білмейміз. Ақиқатында сен ғалымсың, білушісің, хакімсің, даналық иесің деді олар. Ей адам, барлық заттардың атауларын айтып бер мыналарға, деді Құдай. Адам дүниедегі барлық заттардың атауларын атап берген кезде, Алла жер мен көктердегі сендер үшін көмескі, беймәлім болған барлық істерді және де сендердің жария және құпия істеріңді біліп тұрамын деп айтпап па едім, деді. Кезінде біз періштелерге, адамға сәжде етіңдер деген едік. Сол кезде олар дереу сәжде етті. Тек Иблис қана тәкаппарлық көрсетіп сәжде етуден бас тартты. Сөйтіп ол кәпірлердің бірі болды. Ей адам, жұбайың екеуің жәннатта мекен етіңдер. Ондағы нәсіптерден қалғандарыңша ішіп жеңдер, бірақ мына ағашқа жақындамаңдар. Жоласаңдар, жамандыққа ұрынып, жазықты боласыңдар, дедік. Алайда ол екеуін шайтан азғырып, жаза басқызды да бақытты күндерінен айырды. Содан соң біз оларға бір-біріне жауыққан күйде түсіңдер бұл мекеннен. Жердің беті сендер үшін белгілі бір мезгілге дейін мекендейтін жай болады, дедік. Жаратқан иесінен тәлім алған адам тәубе дұғаларын оқып жалбарына бастады. Алла тәубесін қабыл етті. Ақиқатында ол тәубелерді қабыл етуші ерекше мейірім иесі. Барлығың бірдей бұл мекеннен жоғалыңдар, дедік. Сендерге менен имандылықтың тура жолы хидаят келер. Сол жолға түскендер қорқыныш пен қайғының азабында болмайды. Біздің әмірлерімізге сенбей, теріске шығарғандар тозақтың тұрғындары. Олар онда мәңгі қалады. Ей Исраил әулеті, сендерді қалай жарылқағанымды еске алыңдар. Маған берген уәделеріңе адал болыңдар. Мен де сендерге берген уәдемді орындаймын. Менен ғана қорқыңдар.
Сендерге түсірілгенді Тәуратты растайтын менің жіберген Құраныма сеніңдер. Одан бас тартып, сенімсіздік білдіретіндердің алдында болып жүрмеңдер. Менің жолдаған аяттарымды болмашы дүниеге айырбастамаңдар. Менен ғана қорқыңдар. Ақиқатты жалғанмен былғамаңдар. Өздеріңе белгілі болған ақиқатты жасыру мақсатында жалған сөйлемеңдер. Намазға жығылыңдар, толық орындаңдар. Зекет беріңдер және рұққа тұрғандармен бірге Құдайға тағзым етіп иіліңдер. Сендер жақсы істер жасауды өзгелерге міндеттеп, өздерің одан шет қалмақсыңдар ма? Құдайдан келіп түскен кітапқа иман келтіресіңдер. Ендеше, неге ақылға келмейсіңдер? Басқа түскен тауқыметке сабырлық танытып, намаз оқу арқылы Алладан жәрдем тілеңдер. Расында, намаз оқудың өз ауыртпашылығы бар. Бірақ шын қорқатын тақуалар мен мүминдер үшін бұл түк те қиындығы жоқ. Олар иман келтіргендер өздерінің Тәңірмен табысатындарына, оның алдына сөзсіз қайтарылатынына кәміл сенетіндер. Ей Исраил ұрпағы, кезінде сендердің мәртебелеріңді әлемдегі басқа жандардан үстем етіп, мейірімділік көрсеткенімді еске алыңдар. Біреудің мүшкіл халін екінші біреу жеңілдете алмайтын, имансыз пенделер үшін ешкімнің де шапағаты қабыл етілмейтін, жасалған күнәлары үшін құн төлеп құтыла алмайтын, жәрдем берілмейтін сол бір қиямет күнінен сақтаныңдар. Сендерді біз Перғауынның азабынан құтқардық қой. Олар сендердің жаңадан туылған ұл балаларыңды өлтіріп, қыз балаларыңды тірі қалдыратын. Раббыларыңның сендердің бастарыңа түсірген бұл да бір сынағы еді. Естеріңде ме, сендер үшін теңізді қақ жарып, Перғауын әскерін суға батырып жібердік. Осыны өз көздерімен көрдіңдер. Мұсаға 40 күндік уақыт жібердік. Ол кетісімен сендер бұзау мүсініне табынып күнәһар болдыңдар. Содан кейін де тәубеге келер деп сендерге кешірім бердік. Сендер тура жолға түсер деп Мұсаға кітапты, Фурқанды түсірдік. Уа, халқым, деді Мұса қауымына, мен жоқта сендер бұзау мүсініне табынып зор күнә жасадыңдар. Енді сол астамшылықтарың үшін өздерің құрбан етіп, жаратқан иелеріңнің алдында тәубеге келіңдер. Сендер үшін ең қайырлысы осы. Ол тәубелеріңді қабыл етеді. Өйткені ол тәубені қабыл етуші әрі ерекше мейірімді. Айнала қоршаған қауымы: ей Мұса, Алланы өз көзімізбен анық көрмейінше саған сенбейміз деген кездеріңде кенеттен төбелеріңнен жай түсірдік. Оған барлығыңда куә болдыңдар. Осыдан кейін де мүмкін шүкірлік қылар деген үмітпен сендердің өлі денелеріңді қайтадан тірілттік. Төбелерінен бұлттан көлеңке түсіріп, көктен шырын мен бөдене етін жібердік. Өздеріңе нәсіп еткен ризықтан тамақтаныңдар дедік. Алайда кесірлік жасау арқылы олар бізге емес, өз бастарына жамандық әкелді. Мына бір құтты мекенге кіріңдер, ондағы мол ризықтан қалағандарыңша жеңдер. Байтул Мұқаддас қақпасынан кірген кезде сәжде етіп, я Раббым, кешіре көр деп жалбарыныңдар дедік. Біз сендердің күнәларыңды кешіреміз және игілікті іс жасағандардың сауаптарын арттырамыз.